Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге профитроли, эклер және де бірнеше торттарға кете беретін қайнатпалы крем дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Бізге керегі сары май, ұн, жұмыртқа және де қант. Және де бізге сүт қажет болады. Табаны қалың ыдысымызға сүт қойып, қайнатуға газға қойып қоямыз. Ал екінші жақтан ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз және де ұнымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінеке бір келкі масса болған кезде қайнап тұрған сүтімізді алып, осы массамызға кішкене ақырындап қосу арқылы араластыра отырып, барлық массаны солай бірге бір келкі етіп араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан соң бағанағы кастрюля ыдысымызға қайтадан құйып шығамыз да, қайтадан орташа отта қайната бастаймыз. Қайнату барысында үнемі қозғап отыруымыз қажет. Себебі түйіршіктер пайда болып және де түбі қата бастауы мүмкін. Бұл жағдайларды алдын алу үшін қозғап отырып, қоюланғанша қайнатамыз. Видеода көрсетілгеніміздей массамыз қоюлана бастаған кезде өшіріп газымызды біршама араластырып аламыз. Сосын осы массамызға сары майымызды бірнеше бөлшектерге бөліп қосып араластырамыз. Массамыз ыстық болып тұрғаннан кейін сары майларымыз ішіне еріп кетеді. Барлығын араластырып дайындап болғаннан соң, бір жайпақ ыдысымызға мен тарелканы алдым. Массамыздың барлығын саламыз да, бетін пищевая пленкамен немесе пакетпен жапсаңыздар да болады. Бетіне контакт ауа кірмей тұратындай видеода көрсетілгендей етіп жауып қойып, сәл салқын жерге қоямыз. Массамыз толығымен суы қажет. Міне массамыз салқындағаннан соң, видеода көрсетілгендей кондитерлік мешокқа насадкамен салғаннан кейін қоюлығы осындай болып шығады. Бұл кремді эклер және де профитролиге қоссаңыз өте дәмді болады. Және де кәдімгі 33% сливкимізді қосып крем жасасақ та өте дәмді болады. Бірнеше торттарға да кете береді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.